Рахмет. Ассалаумағалейкум әлеумет, қош келіпсіздер. Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Бүгінде мінекей баршамыздың жиналып отырған кереметтей дүбірлеген думанды қуанышты тойымыздың себебі. Ассалаумағалейкум шудың жұрты. Бүгін 60-ға толып жатқан Мұрат атама туғол шапала. Ақша елінің сері жігіті Мұрат атама туғол шапала. Және де бүгін Диярдың бір жас тойы құтты болсын. Диярдың папа мамалары өйін алар. Сықырлы қой жота. Мұрат атамның қасында гүл боп тұрған үрім апаға шапала қайда. Әйтеуір апам, той басталғаннан бір проблемамен алысып атырғай. Той құтты болсын апа. Шалыңыздың туған күні құтты болсын, немереңіздің туған күні құтты болсын. Үрім ата, настроение қалай? Жеті ғой? Жеті. Мәселе сіз танымайды ғой, төді ешкім шапала құрмады. Жеті. Мұрат ата, настроение қалай? Өте үшті. Сізге осындай шапала қой. Үрім апа, көңіл күйі қалай? Үрім апаға көп шапала құрып атыр ғой жота. Ал енді осындай құрметті ағайындар, мен бағана той басталатын кезде осы Мұрат ата мен Үрім апа айтқан, Нұржан бүгін менің тойымда бірде-бір қонақ приз алмай қайтпасын, бәріне бер деді. Әр қонаққа 5-6 приздан айналады деді. Мен айттым, оның бәрінен қайтып барады, тарап біткенше той бітеді ғой. Білмеймін, тамадасың тарат деді. Ең қымбат сыйлық 10 мың теңге тұрады деді. Ең арзан сыйлық 9.999 теңге тұрады деді. Айттыңыз ғой апа, өтірік айтпаңызшы, мен айтып жатырмын ғой деген. Ал енді сол сыйлықтар таратайын, соның бірі осы атамның өз қолымен шапан жабайын деп жатыр. Бүгінгі тойға барлықтарыңыздан бірінші болып келген қонақ бар ағайын. Ең бірінші келген қонақ бар, осы Нұрым ағамның пажасы Тараздан келіп отқан Нұржан ағамыз қайда, бір шапала құрып қояш. Бірінші келген қонаққа сыйлық. Мен келдім, менден кейін осы кісі келді. Мінекей сізге деген той иесінің атынан шапан. Қошемет. Сонау Тараз жерінен келіп отырған. Рахмет. Тойдан тобықтай, жамылайын қорықпай. Шапала қосың өткен. Рахмет. Жайғасы. Енді ең соңынан келген бір қонақ бар. Жаңа шапаның тикеттісін береміз еді оған, кім еді жаңа соңынан келген? Мен деп ешкім айтпайтын жер. Ал енді осында бір сұрақ. Мұрат атам мен Үрім апам екеуі қай жылы шаңырақ көтеріп үйленді? Ол осы сұраққа жауап берген қонаққа тағы қымбат сыйлық бар. Қай жылы шаңырақ көтеріп үйленді? Мұрат атамыз бен Үрім апамыз. Кеңіз. Сізге деген сыйлық. Білебаңыздар, мен қасмаған. Жоғы ойық емес, мен қасмаған келесің, сыйлық менде ғой. Мұрат ата мен Үрім апа қай жылы шаңырақ көтеріп үйленді? Ойықларма, қай жылы? 77. 77 деп атыр. 77 деп атыр. Дұрыс емес. Аға, жайғасын. Той біткен жоқ аға, мына кісілер жетіп бардым. Той біткен жоқ аға, кетіп қалмаңыз. Мына кісілер біліп атыр. Берген деп баяндай, мен барайын. Мұрат атамыз бен Үрім апа қай жылы үйленді? 76 жылы өзімді әлі қасыз бергенмен бірі куәмен. Қай? Оны ұмытсам қай екен? Айналы 76 дұрыс, шапыда қорай. Сала берсі. Сәлеміз қойды біреміз сұрап жұмақты қойып миларыңыз ашпай қойын. Бәрі біледі ол. Ең дұрысы анау төрдегі экранға қараңыздар. Төрдегі экраннан қазір сурет шығады. Сол суретке мақал мәтел құраймыз. Кім мақал мәтелді дұрыс құрайды, осы суретте соған сыйлық беріп отыр. Ал бастайын. Қандай мақал мәтел? Кеңіз адам, кеңіз.
сипаттап тұр. Ақпантик. Аяқпантик. Балауса қыз едің бір кезде. Шапалақ ұрайық, дұрыс. Арақ орамал. Арақ орамал. Орамал дейсіз. Келесі фото. Мына енді мақал мәдени. Қандай мақал? Мәдени. Қандай мақал? Мәдени. Кеңіз. Рахмет. Мына сурет қандай мақал мәдени? Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Дұрыс емес пе? Дұрыс қой, шапалақ қой. Келесі фото қандай мәдени мақал? Оңай мәдени мақал болады. Кеңіз жаңа, кеңіз. Қандай мақал? Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Дұрыс аға. Келесі фото. Оңай мақал көшін алды. Жылдам мақал құрап отырады студенттерге. Қандай мақал мәдени құрап тұрады? Келіңіз, айтпайық. Мына сурет қандай мақал мәдени? Құтты қонақ келсе қой егіз бос болады. Құтты қонақ келсе қой егіз табады дейді. Дұрыс. Қандай мақал? Қандай мақал? Жылдам қарап кездесіз. Кеңіз қандай мақал мәдени? Жігітке жеті өнерде аз. Жігітке жеті өнерде аз. Дұрыс ақпен. Келесі, мынау өлең. Қай өлең мынау? Қай өлең? Молодец кезі. Қандай өлеңді көздірді? Көзімді жұмсам да көрем сені. Көзімді жұмсам да көрем сені. Шапалақ ұрып қояйық. Дұрыс. Келесі фото. Қандай мақал мәдени? Оңай мақал мәдени. Жылдам жауап беріп отырайық. Кеңіз әпке. Шапалақ ұрып осындай женский приз бермейсіңдер ма? Мынау қандай мақал мәдени? Қарға қарғаның көзін шықпайды. Қарға қарған көзін шықпайды. Дұрыс, шапалақ ұрып қояйық. Келесі сурет. Төр жаққа барайын. Қандай мақал мәдени ол? Төрде отырған құдалар жақ. Қандай мақал? Мәдени. Кеңізді болмастырып отырайық. Осында Мадияр мырзаның құрдастары бар ма? Мадияр мырзаның құрдастары. Базар жоқ. Бір стол болса да 10 стол ұстап шығып. Ал енді осында Нұрым мырзаның құрдастары қайда отыр? Ал енді осында Нұрым ағамның қатарларынан Нұрым аға сіз үшін тұратын құрдастарыңыз бар ма осында? Мен үшін тұрады ма? Бәрі тұрады. Бәрі тұрса бір 4 жігіт шақырыңызшы орда. 4 жігіт шыға салдыр, сразу айтпай ақ қойын. Жоқ, Нұрым ағамның құрдастарынан 4 жігіт ортаға. Нұрым ағамның құрдастарынан пока үшеу. Енді бір жігіт. Жоқ, ояқтан болмайды. Тек қана Нұрым ағамның құрдастары. Жолдас жегіжан. Мадияр мырзаның құрдастарынан 4 жігіт керек. Сорлы шығатын жігіттер бар ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Молодец. Жоқ, бесеу болмайды. Төртеу жетеді. Төртеуміз тұрайық. Ал танысайық Мәкеңнің құрдастарымен. Есімі? Мадияр. Еркінбіз ғой? Жоқ, есімі? Еркін. Ақтияр. Нұрлан. Алмасбек шапалақ ұрып қоя. Театрдың папа мамалар. Ал Нұрекеңнің құрдастарын танысайық. Данияр. Бейсет. Жомарт. Ержігітке шапалақ. Ал енді қазір бұлай болады. Мәкеңнің құрдастары, сіздер Мадияр командасы боласыздар. Сіздер Нұрым командасы боласыздар. Нұрекеңнің командасы мен Мадиярдың командасында жарыстырам. Бірінші орынға кім шығады? Бағана Нұрмаға айтқан 5000 теңге деген. Действительно. Бірінші орынға шыққандарға. Ал енді Мәкеңнің құрдастары 1 2 3 дейін 4 орынға қаласыңдар да анерге жиналамыз. 1 2 3 кеттік ал. Ең оңай отырыңыз үшін. Сізгеңіз. Жоқ, былай отырыңыз. Сіз тоже былай отырыңыз. Бұл ең не хақа. Сіз не хакеңіз керек. Сіз тоже не отырыңыз.
жатырмын ма істеп жатырмын дейін ол үндемеден қой үндемеден қой бер жақтан былай қой нан былай қой енді ананы былай қой енді ананы былай қой жақын қойыңдар снятна келіп отыр снятна осы жаққа отырсын жылжытпа жақын ұста енді кішкене бері қарай құйрығын бері шығарып отыр ой аха сен де бері шығарса елге ақылайтын ғой өзің енді мына тізесіне жатырмыз жатыңдар жат ал енді оң қолдарыңмен бір-бірлерін қолдап ұстаңдар оң қолдарымен мықтап ұстап алыңдар ал мадина мырзаның командасы дайын нұрекеңнің командасы сіздер де жатыңыздар аға турандар қалай жатыр солай жатыңыздар жатамыз аға жатамыз ал жарысамыз қазір қолдарыңызды ұстаңыздар аха вот қазір бұл ойынның шарты былай музыка болады мен мына орындықтарды алып тастаймын астыларыңыздағы содан кейін екі команда билеп жарысамыз қай команда билеп атқан кезде құлап қалса орын жоқ позор қай команда құламай до конца тұрып билейді бас жүлде 5000 теңге нұрым командасы дайын ба ал мадияр командасы дайын ба ал енді музыкантар кетті ал шапала көтер мадияр командасы шапала көтер үшеу төртеу қошемет көтер біреу кетті екеу кетті үшеу давай үшеу көтер ал шапалақ билейміз енді айlan билейміз қошемет қайда айlan билейміз шалдар жегілді негізі молодец рахмет нұрым осы тойда ойнап бірінші орынға жеткен мадияр командасына бас жүлде молодец жігіттер бұл сіздер жайға ұстап тұрамыз ал енді бұл ойынның шарттары қарай жалғасады қазір мен бәріміз үйленгенбіз ғой бойдақ бір бойдақ біреу ақ үйленген қазір енді үйленген болсаңдар өздеріңнің столдарына болмайды о төрден бөтен жақтан болады мен 3-ке дейін санағанша бір қыздан алып келіп үлгерейін басталды бір кеттік ояқтан болмайды аяқтан болады екі жарым үш десе жігіт енді бұл ойын қазір әр ұлттың биіне билейміз содан кейін барып мен не айтамын соны істейсіздер музыка тоқтайды бас десем баспен бас биттіріп тұрамыз құлақ десем құлақпен құлақ иық десем иықпен иық түсінікті ғой енді бірінші орынға шығарайын деп отырмын 5000 теңгені төртеуіңе берсем дымға жарамай қалады ғой 1200 теңгені айналып қалады ал енді бөліп аламыз дейді 1200 теңге кімдер ақша болды бірінші орынға жібереміз бірінші биді кеттік ал басталды андижанский полька Мәкеңнің құрдастарын байқай кел жаным махаббат жаным ойна жаным биле жаным опа де бас вот мына кісі напормен көрді бас нормально ма нормально бірінші би репетиция екінші би жібер кеттік ал екінші биден бастап ұшырамыз
Рахмет, жайғаса беріңіз. Успокойся, жайғаса беріңіз. Бір команда үшті айттым, біреуді ұшырам деді. Үш команда қалды, жібер кетті келесі вида. Ал Лезгинка, тау халқының биі. Кетті ал, шап! Аса! Қайсы? Құлақ қайсы? Құлақ бар дейді. Құлақ қайда сізге? Қайсы? Құлақ дейіп те тұрған жоқ. Сіздің кісіге иық, сіздігі иық. Дым қызық емес сіздігі. Міне мұнау арқамен құлақ деп қойды. Рахмет, жайғаса беріңіздер. Успокойся бола беріңіздер. Екі команда қалды. Бірінші орынға шығатын кім екенін қояйық. Енді қазір музыка тоқтайды. Сол кезде мен шатастырам. Бас деймін, құлақ деймін. Тез кім істеп отырып? Бірінші орын жібер кетті ал. Поезд келеді деген сухари. Арқа, мұрын не болды? Құлақ, арқа, алақандамын, мұрын, ерін. Өтірік етем бә. Маларым, еріне жүйіндеріз ғой. Ойдақ ба. Шапалағын қойып. Рахмет, жайғасыңыз. Осы тойда не айтса соның бәріне көніп, осы тойда ойыны бұлжытпай орындаған үшін есімі Алмасбек. Гүлнұрға Туғол шапалақ. Бірінші орын 5.000 теңгені 7 жеріңді аласың дегізді. Рахмет, жайғасыңыз. Жақсым алыс құрым бойымда қазақ деген намыс тұрып, танитыны бар, танымайтыны бар. Мына тамада кім десеңіздер кетейін таныстырып. Ал жарыңдар тегімді менің сұрасаң, Ілиясов Мұраттың үлкен баласы, Нұрзат деп қойған атымды, мағынасы оның тақымды. Болсыншы бүгінгі тойларыңыздың әрбір минуты тартымды. Осындай тойға келгенде ағайынмен тең болам. Руымды сұрасаң сәмбет деген ел болам. Нағашымды сұрасаң күндеулерге жием болам. Бүгінде Мұрат ағамның тойын басқарып тұрған Нұрзат тамада мен болам ағайын.